Алтын адам археологиялық олжасы. Алтын адам біздің заманымыздан дейінгі бірінші мыңжылдыққа жататын қазақ тарихындағы археологиялық зерттеудің ең ғаламат үлгісі. Қазақстанда осы уақытқа дейін 9 алтын адам табылған. Алғашқы алтын адам 1969 жыл археолог Кемел Ақышев және оның командасымен Алматы облысы Есік қаласының солтүстігіндегі Есік өзенінің сол жақ жағалауынан табылды. Алтын киімді ханзаданың сүйегімен бірге 4000 алтын бұйым, болаттан соғылған қанжар, алтын және күмістен жасалған ыдыстар табылды. Киім үлгісі, жерлеу рәсімі, алтын адамның сақтардың көрнекті ел басшысының ұлы немесе жас көсем, әскербасы екенін көрсеткен. Алтын адамның айналасында болған заттың әрбіреуі сол адамның тіршілік еткен кезеңіндегі тарихи, географиялық, этностық және материалдық дүниелерге қатысты толық мәліметтерін береді. Әшекейлерде бейнеленген арқар, барыс, таутеке мен ат бейнелері табылған адамның біздің заманымыздан бұрынғы 5-4 ғасырларда сақ тайпасында өмір сүргенін, сақтардың аң стилін қолданғанын дәлелейді. Бас киімі шошақ бөрікті болғандықтан, табылған алтын адам кезінде Жетісу жерін мекендеген Тиграхауда тайпасының өкіліне жатқызған. Қазақстанда алтын адам ұлттық символға айналған. Ол тәуелсіздік, мәдени мұра және мемлекеттің тарихи байлығын бейнелейді. Оның бейнесі тәуелсіздік монументінде, сондай-ақ ұлттық валюта мен басқа да рәміздерде кездеседі. Алтын адам ұлы даланың ұлы мұрасы. Алтын адам ұрпақтан ұрпаққа аманат болып қалатын баға жетпес қазынамыз.